Бір нәрсені балаға ашық ұқтырмақшы болсаң, сол нәрсенің қарама-қарсысын алып кел. Мысалы, балаға жер ортасының ыстықтығын түсіндіру үшін солтүстіктің суығымен салыстыр. Бұл Мағжан Жұмабаевтың «Педагогика» атты ұлы еңбегінен алынған терең ойлы тұжырым. 1922 жылы жарық көрген «Педагогика» қазақ тілінде жазылған тұңғыш ғылыми әдістемелік оқулық. Бұл еңбек қазақтың дәстүрлі тәрбиесін Еуропа педагогикасының озық үлгілерімен ұштастырып, бала дамуының жан-жақты аспектілерін, тән мен жан тәрбиесін, сезім мен қиял, зейін, тіл мен әдет, ерік, жігер мен мінез құлықты тереңде ғылыми тұрғыда саралаған туынды. Мағжан Жұмабаев бала тәрбиесінде мәжбүрлеу мен қорқытудың орнына сенім мен түсіністікке негізделген тәсілді ұсынады. Баланы қорқыту, оны жазалау дұрыс емес. Егер бала бір әрекетті жазадан қорыққаннан ғана істесе, ол шынайылықтан айырылады, өтірік айтуға, алдауға дағдыланады дейді ол. Ақынның бала тәрбиесіне қатысты тұжырымдары бүгінгі күні де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Егер біз Мағжан айтқандай жан, тән, ақыл, сұлулық, қайрат пен мінез тәрбиесіне бірдей көңіл бөлсек, біз тек білімді ғана емес, рухы биік, тұлғалық қасиеттері кемел, нағыз адамды тәрбиелей аламыз.